Наурыз – адамдар мен табиғат үндестігінің мерекесі. Үйлесімділік, жарық пен жақсылық мерекесі. Өткеніне қарамастан бұл мереке халық жадында сақталды. Наурыз мейрамының алдындағы 10 күннің әр қайсысының өзіндік ерекше мәні бар. Мысалы, 16 наурызда ата-бабаларды еске алу күні атап өтіледі. Өз халқы тарихының тағдыр шешті беттерін айта отырып, ата-бабаларды еске алуға құрмет көрсетеді. Өйткені, олар ғасырлар бойы күрделі сынақтардан өтіп, ұрпақтарына әр отбасы мақтан тұтатын тарих берді. Бұл күні отбасының тарихы, жеті ата шежіресі туралы баяндалады. Отбасының үлкендері өмірден өткен ата-бабаларының, ағайын бауырлардың жақсы істерін, қуанышты сәттерін кейінгі ұрпаққа әңгімелеп береді. Сонымен қатар, жұртшылық ет асып, шелпек пісіріп, өткен-кеткен ата-бабаларына Құран бағыштайды. Бұл күні туыстары, көршілері жақында өзінің жақындарын жоғалтқан отбасыларға барып көңіл айтады. Бұл дәстүр тек тәрбиелік мәні ғана емес, сонымен бірге рухани мағынаға ие. Өйткені, оның арқасында ұрпақтар ата-бабаларын еске алып, құрметтейді. Осылайша өмірді ұзартады.